Сүйген жар әңгіме. Шіркін қиялай, есімнен кетпей жүрген, өкінішке айналып келіп тағы соқты. Жазған басым, ойламасаң нететін еді, тағы да мені шытырманға салдың ғой. Жастық албырт, жастық аңғал, бастырғанда, өкіндірген де сенсің мені. Көптен бері есімнен осы бір өкініш кетпейді. Бұл майданға аттанған күні ере шығып еді, содан кейінде қалмай қойды. Тіпті партизан болып, жау тылында жүргенімде де осы өкініштен арыла алмадым. Ақыры міне, госпиталға да осы өкініш ере келді. Көңіл күйі адам ойының ескегі сияқты нәрсе ғой. Қашанда ой соның ыңғайына қарай жүзеді. Жаран сырқырап, ұзақ таңды көрер көзбен атқызып, қиналып жатқаныңда көңіл күйінің қандай болатыны мәлім. Мұндайда тек демеу болатын нәрсе үміт. Үміт сылаң қаққан сұлу қыз деп Гейне ақын тегінде дұрыс айтқан. Ол қашанда қол бұлғап шақырып тұрады. Үмітке арқа сүйеп, шүкіршілік етіп жатқан күндерімнің бірінде төбемне жай түскендей бір оқиға болды. Кешкі сағат 6-7-лердің кезі еді. Хат алып сестра кіріп келді. Күні түні зарығып күтетініміз осы хат емес пе? Бір палатада жатқан бесеуміз де кімге деп жамырап қоя бердік. Балқашевқа деді де менің оң жағымдағы жаралы лейтенантқа ұсынды. Лейтенант хатты алып, адресін қарап жіберді де қуанып кетті. Бірақ қуаныш ұзаққа бармады. Хатты көзімен шолып шығып, лейтенантым төбесіне біреу мұздай су құйып жібергендей тітіреніп қоя бергені. Біз аң-таң болып, не болды деп лейтенантқа қарадық. Лейтенантта үн жоқ, талықсыған адамдай сұлық жатыр. Тек әлден уақыттан кейін барып, әйелім тастап кеткен дегенді әрең айтты. Осымен сөз бітті. Ешкім одан арғысын сұрамады. Шынында сұраудың да қажеті жоқ еді. Дос қайғысы арқамызға аяздай батты. Жұбатқан да болдық, бірақ болар іс болған. Бұл көңілсіз оқиға көңілді қатты қобалжытты. Онсыз да өзі күпті жүрек дүрсіл қағып, ауызға тығылғандай болды. Жалғыз мен емес, бірге жатқан бәріміз де сүйген жарларды көз алдымыздан өткіздік. Несін жасырайын, жолдасымның басына түскен хал менің де басыма келе ме деп қауіптендім. Бұлай ойлауым өзімше себеп те толық еді. Жазған басым жас жарымның алдында кінәлі едім. Көптен ере жүрген өкініштің де терең сыры осында болатын. Көз алдымда жарыммен бірге өткізген өмірім елестеді. Қандай тату, қандай бақытты едік. Өмір жүз шайысып көрдік бекен. Кейбір жеңіл оқыс мінездерімді кешіріп, тәрбиешім болмады ма, кіршіксіз сүймеді ме мені ол. Сөйткен жарға не көрсеттім, не істедім мен майданға кетер күні. Осыныңды да жол деймісің жас жүрегім. Қадір тұту оңай болса да, әділ болу қиын екен. Жар көзіне шөп салдым, жас жүрегін тәлкек еттім. Босқа жиілігіп, бөгде әйелдің бетіне қарап, ыржыңдауды әуес қызық көрдім. Осының ақыры келіп, естен кетпес бір оқиғаға душар етпеді ме? Жаздың тамылжыған күндерінің бірі еді. Әйелім бөбегін алып, колхозда тұратын төркініне кеткеніне бірталай күн болған. Бұл албырттық не істетпейді. Ішім пысқан соң, оның жоқтығын пайдаланып, бұрын қалжыңдасып жүретін бір келіншекті ертіп әкеліп, беседканың ішінде мәз-мәйрам болып отырмаймын ба? Шарап ішіп, қызып алған мен де әлгі келіншекті аңғармаппын. Бір мезгілде қарасам, қарсы алдымда жарым тұр. Түсі сұрланып, кескіні өзгеріп кеткен. Ұшқын шашқан, өткір қара көзі найзадай қадалып өңменіне өтіп барады. Мен абыржып, орнымнан ұшып тұрдым да, не дерге білмей оған жалтақтап қарай бердім. Жарым көзін менен алды да әйелге тесірейді. Шатақ енді басталған шығар деп ойладым. Абырой бергенде оқша мен ойлағандай болмады. Әйелге біраз жеркене қарап тұрды да өзі кекесінді пішінмен:
Той тарқады сұлу, жөніңді тап дегені ғой. Содан кейін менің жаныма келді де ақырын ғана: қоймадың-ау осы қылығыңды, бір емес 2-3 рет кешіріп едім. Енді төзе алмаспын бұл қорлығыңа, жетер. Жаман әйел алдында арыңды төкпейін, кейін сөйлесерміз жақсылап деді. Осыны айтты да ол үйге кіріп кетті. Әлгі әйел де дереу жөніне тартты. Мен жерге кіргендей болып қалдым. Шынында әйелім шу көтеріп, байбаламға салса, мұндай жасымаған да болар едім. Ақылдылыққа салынып, мені мақтамен бауыздап, діңкемді құртқаны ғой. Үлкен адамгершілік-ау мұнысы. Қызғаныш оты жүрегін улап тұрса да, ер намысын өз намысындай қорғауға құдіреті жеткен жарға табынбассың ба? Осындай адал жардың да махаббатын аяққа басамыз-ау. Итшілік қой бұл. Осындай ой дариясына шомып тұрғанымызда: Шангереев осында ма? деген дауыс құлағыма шалынды. Басымды жоғары көтерсем, соғыс комиссариятынан шақыру қағаз әкелген адам екен. Ала салдым да дереу тысқа шықтым. Сонымен мен таңертең майданға аттануға тиіс болдым. Бұл хабарды естіген дос-жарлар жиылып та үлгірді. Сөйтіп, елдегі ақырғы түнім достарымның арасында өтті де, жарымызбен екеуміз шешіліп сөйлесе де алмадық. Ақыры томаға тұйық күйде аттануға тура келді. Жалғыз-ақ дәл жүрер алдында қош бол деп қолын қыстым. Ол да еміренгендей шырай беріп, жолың болсын деді күмілжіп. Алтынжан, сен маған ренжіме, бір ағаттық болды деп, осы сәтте айтуға оқталдым да айтпадым. Өйткені өрескел-ісімді бір ауыз сөзбен жуып шаюға арландым. Дақ түскен жар жүрегіне мұның ешбір шипасы болмас деп ойладым. Пойыз қозғалды. Менің екі көзім жаутаңдап, терезеден тысқа үңіле бердім. Көз алдымнан кішкентай бөбегін құшақтаған бойы жарым ұзап қалып бара жатты. Желдей ұшқан жүйрік пойыз үстінде басқалармен бірге мен де келемін. Қыртыстанған қалың ой өз тереңіне батырып, бойымды көне жаздырсыншы. Жаным-ау, сынды сапар алдында бұл не қылғаным? Тым болмаса, тату-тәтті күйде айырылса да алмағанымыз ба? Егер осы сапарда мерт болсам, байғұстың назасы мойнымда кеткені ғой. Әлде ол қоштасарда маған лағнет айтып, енді қайтып көзіме көрінбе деді ме екен ішінен? Көз жасше, кетерімде көзінің ыстық жасын төкпеді ме ол? Шын махаббаттың ұшқыны осы, бірге апар майданға ұмытылмас белгі болсын дегені емес пе бұл ыстық жас? Ол болса намыс билеп маған наз етті. Дұрысында менің бірдеме дейтін жөнім бар емес пе еді? Неге кешірім сұрамадым? Жоқ, ол мені күтеді. Оған қандай дәлелім бар? Дәлелім сол, сенемін. Ендеше сенімнен басым күш болушы ма еді? Көп ойландым, көп толғандым. Жатсам тұрсам, көз алдымнан сәбиін құшақтап, қамығып тұрған жас жарым кетпеді. Ол кейде қайғырып, кейде күліп тұрғандай көрінді. Осы бейне қанды майданда да партизан болып, немістің тылында жүргенімде де менімен бірге болды. Осы бейне жараланып госпиталға түскенімде де бірге келді. Осы бейне көз алдымда тағы тұр. Бұл жолы мені қатты қобалжытады. Жаңағы хабар өн бойымды мұздатып, басымды әңгі-тәңгі етті. Осы сияқты бір хабар маған да жетпек, не деп келерін өзі білсін. Әйтеуір келуі хақ. Рас, бұрын хат ала алмай қойдым, бірақ оған қарап күмәндануға болмайды. Адресімнің тұрақты болған бір күні жоқ. Онда кеттім, мұнда кеттім. Ақырында жаудың тылынан бірақ шықтым. Одан босанысымен ауыр жараланып, госпиталда жатқаным мынау. Осында келісімен хат жазғанмын. Жаман жақсы болсын, жауабы келуге тиіс. Сендей мүгедектің керегі жоқ дейме, әлде көптен сақтаған жылы сөзін жолдай ма? Ол арасы маған тұман. Мені қинап жатқандар да осы жауаптар. Әне-міне дегенше зарыға күткен хат та келіп үлгірді. Адресіне қараймын. Әйелімнің өз қолымен жазылған, бірақ ашуға жүрегім дауаламайды. Ішкі сырын білмей-ақ көкірегіме басып,
жанға азық етіп жата берсем бе екен деп ойлаймын. Жоқ, ашу керек, не де болса білейін. Қолым қалтырап, конвертті әрең аштым. Бір жаманат естейтін адамдай өн бойым мұздап барады. Керегің жоқ деген сөз кездесіп қалама деп қылп-қылп етемін. Жаным жомарт, зарықтырдың да сағындырдың да әбден. Өзің түгіл, көлеңкеңе зар болып, талай күнді бастан кешіріп те салдым. Суретіңді дәт тұтып, қиял бұған талай көңілсіз күндер де өтті әйтеуір. Бәріне төзді, бәріне шыдады алтының. Енді міне, қуанышты да естіді бұл құлақ. Не жазарға, не айтарға білмеймін. Сөз дегендерің әлде қайда қашып кеткен. Жүрек толған қуаныш, шынында сөзге орын қалмапты. Айтпақшы, ұрсуым керек екен ғой саған. Бұрында ренжулі едің. Оның үстіне мүгедек болдым. Кел дейсің бе, кет дейсің бе, ашық айт деп, не бетіңмен ұялмай жаздың. Солдат та сүйдей ме екен. Өз үйіңе өзің үркіп, ал жастың ба жаспасыңнан. Әйел деген сеніңше, жел қайықтың желкені ме, дауыл тұрса ыға беретін. Әлде ескі ренжіс бықсып сөнбей қойды ма деп ойлап бедің. Ердің басы әлімге тігілген сынды сағаттарда басқа ой адыра қалмады ма? Жеңіл желпі көрсе қызар мінездерің соғыс тезіне түскені білмейді дейсің бе мен? Әйел махаббатының алып күшін сен сияқты жігіттеріміз енді ұғатын болар. Бізге тағылар кінә көп, бірақ өмір тұтқасы біз десек, таласпассыңдар өздеріңде. Қалжың шыны аралас, назды сөз ғой мұның бәрі. Тек тез келші өзің, содан кейін шертеріміз талай гәпті. Ұрсамын да, сүйемін де, мықты бол батырым. Келер күніңді телеграмма беріп қабарла. Орынтайың алдыңнан шығамын деп күтіп отыр. Сүйген жарың алтын. Сестра, жаным сестра, келші бермен, шақыршы профессорды. Осы мені әбден ақ сауыққан жоқпын ба? Ұстай бермесін де енді мені. Құшақ жайып, сүйген жар күтіп отыр деші. Айтшы сүйдеп, елде ерлік еңбек күтуде деші, бауырым.